Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда мынадай өте әдемі фасоль қосылған салат дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Қажет ингредиенттарымызды мөлшерімен описанияға жазып кетемін. Піскен тауық етін уақтап кесеміз. Видеомды соңына дейін қарап, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ал егерде каналыма бірінші рет кіріп қарап отқан болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып кетсеңіз риза боламын. Каналымда әлі көптеген рецепттер болады. Соларды өткізіп алмас үшін колокольчик басып кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет. Келесі ингредиентіміз грек жаңғағы. 50 грамм грек жаңғағын алып, уақтап кесіп, салатымызға қосамыз. Келесі 2 тұқымды пісіріп, уақтап, турап салатымызға қосайық. Енді 100 грамм ірімшігімізді өткіштен өткіземіз. Елу грамм биязымызды уақтап кесіп саламыз. Егер сізде ащы бияз болса, онда мариновать етіп салсаңыз болады. Бірақ биязды міндетті түрде салған жөн, дәмі ерекше болады. Келесі ингредиент көк жуа, яғни укроп. Укропымызды уақтап кесіп салатымызға қосамыз. Консервадағы фасолімізді қосып, тұздап, майонез салып араластырамыз. Дастарханға қояр алдында әдемі ыдысымызға салып, үстіне сухарик саламыз. Мінекей, салатымыз дайын. Өте әдемі, дәмді, дәруменге толы және тойымды салатымыз дайын. Сізде осы рецептімен дайындап көріңіз. Астарың дәмді болсын.